Мұқаліп кезет медиа порталы ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ассаламу алейкум бауырлар. Бүгінгі мен сіздермен қозғайтын тақырып бұл оразаның тәнімізге және жанымызға пайдасы туралы Алланың сәттілігін тілей отырып осы тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз. Ең бірінші, бұл ораза сабыр айы. Яғни ораза ұстау арқылы сабырлы болуды үйренеміз. Аллах тағала Құран-ы Кәримде Алла сабырлармен бірге, расында Алла сабырларды жақсы көреді деу арқылы сабырлы болудың қаншалықты маңызды екенін меңзейді. Ал осы бір қасиетке жетудің оңай жолы бұл ораза ұстау. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Ораза сабырдың жартысы. Әр нәрсенің зекеті бар, ал дененің зекеті ораза деп айтқан. Демек, ораза ұстау арқылы біз сабырлы болуды үйренеміз, күнә атаудан бас тартамыз, және біреуді өсектеуге не ғайбаттанудан сақтанамыз. Сонымен қатар өмірімізде кездесетін қиыншылықтарға сабыр сақтауға және аштыққа сабыр сақтауды үйренеміз. Екіншіден, ораза мінез құлқымызды көркейтетін мектеп. Ораза тек аш болуды емес, ораза жаман мінез құлықтарымыздан арылуды және бойымыздағы адами құндылықтарды көркейтетін рухани тәрбиелейтін мектеп. Күнделікті ішіп жеуден тыйылып және нәпсіміздің қалауынан бас тартып, әшейінде асауаттай жұлқынатын нәпсі әлсіреп бейшара халге түседі. Белшесінен күнәға батқан жан дүниеміз қайта тазарып нұрлана бастайды. Сол ораза ұстау арқылы адамдардың аш халдерін түсініп және бойымыздағы мейірім, кешірімділік сияқты адами құндылықтар ояна бастайды. Үшіншіден, ораза мейірімділік, басқаның қамын ойлауға тәрбиелейтін рухани медресе. Өмірінде аштықтың не екенін білмеген, яғни кедей-кепшіктің халін түсіне алмайды. Ал ораза ұстау арқылы сол аш адамдардың халін, жағдайын түсіне алады. Ораза денсаулық кепілі. Осыдан 14 ғасыр бұрын ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, ораза ұстаңдар, денсаулықтарың жақсы болады деген болатын. Тіпті қазір мұсылман емес медицина саласының ғалымдары осы бір ақиқатты мойындап, адамдардың ашығу жолымен емдеу үшін сан түрлі клиникалар ашып жатыр. Алайда кейбір мұсылмандар өрескел қателікке барып, оразаны тек арықтау үшін немесе денсаулығын жақсарту мақсатында ұстап жатады. Неге о бастан Алла разылығы үшін ұстамасқа? Және де сол Алла разылығы ұстау арқылы Алланың разылығын тауып, және де денсаулықты жақсартып алмасқа. Ораза бұл бүкіл емнің атасы. Ораза ұстасаңдар сау боласыңдар дейді. Және ауру астан деп атам қазақ бекерден айтып кетпеген. Араб дәрігерлерінің бірі асқазан дерт үйі, ал ораза бүкіл емнің атасы деген. Ислам ғалымдарының бірі айтқан, егерде қайнап тұрған қазанның үстіне ет қоятын болсақ, сол қазаннан шыққан бу сол етті қақтап зиян беретін болса, тойып жеген адамда дәл солай, асқазанның үстінде жоғар жағында тұрған жүректі сол тойып жеу арқылы өлтіреді екенбіз. Жалпы осы ораза ұстау арқылы денсаулығымызға көптеген пайдасы бар. Солардың бір қатарына тоқталып кетсек. Ораза ұстаған адам май басудан және семіруден сақтанады. Және ораза ұстау арқылы бүйректе тас жиналудан қорғайды. Себебі ол кальцийлену
процесіне кедергі жасайды. Қандағы натрий құрамын көбейтеді. Мұның бәрі несеп жолында тас жинайтын тұзды бөлуінен тосқауыл болады. Одан кейінгі ағзамызға пайдасы, бұл адам ағзасының жасушалары мен тіндерді түзейтін зиянды заттармен улаудан сақтайды. Келесі пайдасы, ораза ұстаған адам ас қорыту жүйесі, оның қосалқы жүйесі жақсы жұмыс істеп, ас қорыту мен және оны сіңіруге барлық мүмкіндіктер ашылады. Одан кейін ораза кезінде әсіресе жастардың жыныстық сезімдерінде сабырлық орнайды. Ораза ұстау арқылы ақыл естен айырылу дертіне шипасы мол. Яғни ораза ұстаған адам есінен алжаспайды. Адам ораза ұстау арқылы ағзасындағы жасушалардың зат алмасу процестерінің белсенділігі күшейеді. Және де ораза ұстау арқылы әйелдің бала көтеру қабілетін арттырса, ерлердің бел күші бұрынғыдан да мықтырақ болады. Оразада су ішуден тартыну ағзаның қуатын нығайтады, оқып үйрену қабілетін жоғарылатады және зейінін жақсартады, есте сақтау қабілетін арттырады. Оразаны шын жүректен Аллаға тағалаға сену, сабыр мен қанағат сезімін сыйлайды. Яғни осы ораза ұстау арқылы денемізге осыншама пайда әкеледі. Дегенмен де ораза ұстағанда бұл денсаулығымыздың пайдасы үшін емес, Алла разылығы үшін ұстауымыз керек. Әрбір адам, егер ол сырқат болса, ораза ұстауды қажет етеді. Өйткені адам ағзасындағы улы заттарды, немесе тағамнан қалған қалдықтарды, дәрілік уыттарды осы ораза ұстау арқылы денемізді осы зиянды заттардан тазалайды екенбіз. Ораза адамды жауапкершілікке үйретеді және өзін тәртіпке шақырады. Және де ораза адамның ешқандай пайдасыз, риясыз сезімге, төзімділікке үйретеді. Бұл кезде шөлмен, аштық, басқа да қолайсыздықтың еш наразылық білдірмей, соны сабырлы болуға үйретеді. Және де ораза адамның салиқалы, салауатты тұрмысқа үйретеді. Ораза адамның үйрену, бейімділік өнеріне, меңгеруіне ықпал етеді. Және адам ораза ұстау арқылы денесі жеңілдеп, жарқын рухқа ие болуына әсер етеді. Бұл жағдайда медициналық, биологиялық және зиялы тәжірибе дәлелдейді. Аллах Тағала осы оразаны өзінің тек қана бір Алла разылығы үшін ұстауды, ешқандай арықтау немесе денсаулығын дұрыстау мақсатында емес, тек қана Алла разылығы үшін ұстауымызды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін.